Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерменен осындай өте дәмді әрі нәзік, күшті болып шығатын сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Пирогты дайындамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, белсенді болып отырыңыздар. Біз ең алдымен пирогтың негізгі астыңғы бөлігін дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және сары май керек болады. Ең алдымен таза орташа ыдысымызға сары майымызды салып аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді оның үстіне қантымызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Майдың температурасы жұмсақ, яғни бөлме температурасында болуы керек. Міне бізде жақсылап араластырғаннан соң осындай масса шығады. Енді бұл массамыздың үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап оны да жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді осы массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды салып, жақсылап осындай күрекшенің көмегімен араластырамыз. Бізде өте әдемі қамыр пайда болуы керек. Ең алдымен осындай күрекшемен араластырып, сосын қолымызбен әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай әдемі, қолымызға жабыспайтын, өте жұмсақ, иілгіш қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа бір жарты немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін біз пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге қаймақ, қант, крахмал, ванильді қант және жұмыртқа керек болады. Осындай кішкентай ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, оның үстіне қантымызды саламыз, содан соң оның үстіне крахмалымызды саламыз. Менде бұл жерде жүгері крахмалы. Одан соң ванильді қант салып, сосын қаймағымызды салып, осы массаның барлығын жақсылап тұрып біркелкі болғанша, барлығы біркелкі араласқанша жақсылап осындай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Құрметті көрермен, егер де сіз өте оңай рецепттерді іздеп жүрсеңіз, менің каналымнан таба аласыздар. Сондықтан каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, белсенді болып отырыңыздар. Міне біздің пирогымыздың салмасы осындай сұйық, әдемі, біркелкі болып шығуы керек. Мен бүгін пирогты осындай 22 сантиметрлік сақинада пісіремін. Сақинаның астында менде пергамент, оның астында фольга бар. Егер де сіздерде пирогқа арналған арнайы форма болса, сол формаға пісіре берсеңіздер болады. Енді жаңағы тоңазытқышта тұрған қамырымызды аламыз. Қамырымыз кішкене қатты болып, әдемі болып тұр. Енді қолымызбен кішкене осылай жайып жібереміз де формамызға салып, қолымызбен форманың шет-шетіне жететіндей етіп, және жанына да жететіндей етіп, әдемілеп жайып шығатын боламыз. Қамырдың астыңғы бөлігі қатты жұқа болып, жаны қалың болып, олай болып қалмасын, соны қадағалап отырыңыздар. Барлық жері, жаны, асты барлығы бірдей қалыңдықта болуы керек. Мен осылай формаға әдемілеп жайғастырып алдым. Енді осы қамырдың ішіне жаңағы дайындап алған салмамызды құятын боламыз. Салмамыздың барлығын әдемілеп құямыз да, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен бір жарты сағат немесе 40 минуттай пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Міне осылайша біздің пирогымыз пісіп шықты. Пирогымыздың беті осылай кішкене ғана сарғайып піседі. Міне бұл пештен шығара салғандағы түрі, ал мынау пештен шығарып осылай бөлмеде толықтай суыған түрі. Толықтай суығаннан соң бетіндегі салмасы кішкене басылады. Міндетті түрде бұл пирогты толықтай суытып қойыңыздар, және де толықтай суығаннан соң тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Енді пирогымызды одан әрі дәмді әрі өте әдемі көрсету үшін осылай ерітілген шоколадты бетіне жағып шықтым. Негізінде бұл пирогты ешқандай да әсемдемей-ақ жей болады, өйткені өте дәмді болып шыққан. Бірақ та мен әдемі көріну үшін осылай бетіне әдемілеп шоколад жағып алдым да, шет-шетіне осылай грек жаңғағын майдалап турап, осылай әдемілеп қойып шықтым.
міне осымен әп-сәтте бізде өте әдемі, дәмді, өте күшті болып шыққан пирог дайын болды. Міндетті түрде мына рецепті сақтап жасап алыңыздар дегім келеді. Мына рецепті бір қонақ келгенде осы пирогты жасасаңыздар да болады, немесе заказға жасасаңыздар да болады. Енді өте күшті болып шыққан. Енді қазір ішкі көрінісін бірге көретін боламыз. Қараңыздаршы, ішкі көрінісі өте күшті болып шыққан. Астындағы жанындағы қамырлары толықтай піскен және ішіндегі салмасы толықтай формасын ұстап әдемі болып тұр. Міндетті түрде мына пирогты сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі енді балмұздақ секілді, ауызға салсаң еріп кетеді ғой, күшті болып шығады. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.